Сау саламат тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Аузыңды бағып, айтуға тиісті сөзді албады айтпа. Қиып түсер қылшыңда басыңа пәле тауып беретін де тіл. Құй қатты нәрсе шайына, құй жұмсақ нәрсе шайына, сені сүйіндіретін де, күйіндіретін де тіл. Сондықтан аузыңа ие бола білмесең, сорыңды сорпадай қайнататын да сол тіл. Кейбіреулердің аузына сөз тұрмайды. Естіген білгендерін айта салып қарап тұрады. Бұл ең үлкен қателік. Басқа пәле тілден деген тәмсіл бар. Талай-талай ұрыс керістердің туылуына біздің аузымызға келгенді айта беруіміз себепші болып келеді. Әрине, ауыз сөйлеу үшін жаралған ғой. Алайда сөздің орнына, орайына қарай сөйлеу керек. Сен жағдайға, орынға қарамай, дәп басып айтуға ден қоймай, салдарымен санаспай сөйлей беретін болсаң, онда бір пәлеге ұрынбай қалмайсың. Әсіресе қоғамнан көрген білгені, тәжірибесі аз жастар ашық ауыз келеді. Олар байқап сөйлеуге назар аудармаса, басқа пәлені тілден табады да отырады. Күнделікті өмірде біздің тілден тауып жатқан пәлеміз аз емес. Біреудің сыртынан албады сөйлеу, негізсіз күмәндану, біреудің сөзіне илана кетіп, өсек әйең тарату, езіп қырту сияқты мылжыңдардың арамызда айтып тауысуға болмайтын ұрыс керістерді тудырып, талайларды мерт қылып жүрген жайы бар. Сүйреңдеген қызыл тілдің өзгені де, өзіңді де пәлеге байлап беретіні дауыссыз. Тіл сайтаннан да әзезіл. Ізгі ниетті адамдар сөз сөйлеуден бұрын ойланып толғанып алсын деп тілге тосқауыл тіс. Қақпақ қылып ерін жаратқан. Бұл бір әдебиетшінің сөзі. Мұның мәнісі сөз сөйлеуден бұрын ойланып ал. Өз-өзіңе ие бол. Аусай сөйлеп елге кесіріңді тигізбе деген сөз. Әрі айтта бері айт, тіл жүректің жаршысы. Ойдың билеуінде болып отыратын тіл. Бір адамның мінез құлқының сәулесі. Өз тіліңе өзің ие болмау, лағып сөйлеу, өсек аяқ таратып, біреудің пәлеге шалықтыру сияқтылардың бәрі де мұралға жат. Өз тіліне өзі ие болу ең үлкен табыс. Қадірменді тыңдармандар, құлақ қойып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.